Айбы. Қаңтар роботыда келетін есепті бірге шығарайық. 2-нің дәрежесінде косинус квадрат px функциясы берілген. Ең кіші оң периоды мен мәндер жиынын тауып, дұрыс жауаптарымен сәйкестендіру керек. Алдымен ең кіші оң периодын табамыз. Ол үшін t тең болады пи бөлінген пи деп жазамыз. Алымында тұрған пи, ол мына берілген функция жұп дәрежеде болғанда жазылады. Егер тақ дәрежеде болса, онда алымында 2 пи жазылады. Ал бөлімде тұрған пи нені білдіреді? Ол мына функциядағы x аргументінің алдында тұрған сан. Яғни сол жазылды, мына жерде. Сонда пиді пиға бөлетін болсақ, 1-ге тең болады. Демек, оны былайынан сәйкестендіреміз. Келесі мәндер жиыны. Мәндер жиынын табу үшін берілген функция егер жұп дәрежеде болса, онда мынаның орнына полностью 0-ді және 1-ді қоя саламыз, болды. Егер тақ дәрежеде болса, -1 мен 1-ді қоя саламыз. Бірақ, мына негізінде тұрған 2 деген санды ұмытпаймыз. Значит, былай жазылады ғой, ол 2-нің 0 дәрежесі, 2-нің 1 дәрежесі деп былай екі шетінен тік жақшамен былай жабылады. Енді 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең, 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең. Бұл сонда берілген функцияның мәндер жиыны 1 мен 2-нің арасы болады екен, яғни мынау. Дәл осындай қаңтар роботыда келетін құпия нұсқаларды мен 15-20 желтоқсан аралығында жабық эфирде талдайын деп жатырмын. Тіркелу үшін төменге қаңтар сөзін жаз.